Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 38-ші сабақты талқылаймыз. Сабақтың тақырыбы мәтіннің және мәтіндегі негізгі ой дегеніміз не? 6-шы жаттығу. Оқы. Менің інім Негеш сияқты көп білгісі келетін, сұрақты көп қоятын бала. Бүгін мені сұрақтың астына алды. Сынып деген не? Сенің сыныптастарың кімдер? Мектепте сабақ беретін кісіні кім дейді? Мен бірден жауап бере алмай тосылып қалдым. Сен қалай жауап берер едің? Мәтіннің мазмұны бойынша мәтінде менің інім туралы айтылған, ол көп сұрақ қоятын, бәрін білгісі келетін бала. Сен қалай жауап берер едің? Сынып бірге оқитын балалардың тобы. Ал сыныптастар менімен бірге оқитын балалар. Мектепте сабақ беретін кісіні мұғалім дейді. Оқиғаныңның мәтін екенін дәлелде. Себебі мәтінде бір оқиға баяндалған, яғни інімнің сұрақ қоюы және менің оған жауап іздеуім, оқиғалар бір-бірімен байланысып тұр. Үшінші сұрақ, мәтінде кім туралы айтылған? Мәтінде іні туралы, яғни сұрақ қоюды ұнататын бала туралы айтылған. Мәтіннің тақырыбы інімнің сұрақтары деп қоюға болады. Мәтінге қойылған ат сұрақ көп қоятын інім. Жетінші жаттығу. Оқы. Берілген сөйлемдердің мәтін құрамайтынын дәлелдеп көр. Бауыржан түскі үзілісте асханаға барды. Досжанның мінезі ашық. Жәния кітабын күтіп ұстайды. Ол кимелеп, кезекте тұрғандардың арасына кіріп кетті. Санжар өлеңді мәнерлеп оқыды. Кезекте тұрғандар реніш білдірді. Марғұлан мектеп алдында ұзақ тұрды, бірақ Бауыржан түк естімегендей тұра берді. Сөйлемдердің ішінен мәтін құрайтындарын көшіріп жаз. Құраған мәтіннің тақырыбын анықта, мәтінге ат қой. Мәтін құрайтын сөйлемдер: Бауыржан түскі үзілісте асханаға барды. Ол кимелеп, кезекте тұрғандардың арасына кіріп кетті. Кезекте тұрғандар реніш білдірді, бірақ Бауыржан түк естімегендей тұра берді. Неліктен бұл сөйлемдер мәтін құрайды? Себебі бұл сөйлемдер бір оқиғаны баяндайды. Бауыржанның асханадағы іс-әрекеті бір-бірімен байланысты. Мәтіннің тақырыбы асханадағы тәртіп. Ал мәтінге ат қоятын болсақ, Бауыржан асханада деп қойсақ болады. 8-ші жаттығу. Өлеңді тиісті дауыс ырғағымен оқы. Білімді ізде еңбекпен. Білім терең теңіз бе? Білім еңбек егіз бе? Рухани азығым осы екеуі деңізде. Дейді атам білімді, еңбекпенен сен ізде. Өлеңнің авторы Ермахан Шайхыұлы. Төмендегі тапсырмаларды бірге орындайық. Қай тармақтарда автор айтқысы келген басты пікір берілген? Басты пікір соңғы тармақтарда берілген. Дейді атам білімді, еңбекпенен сен ізде. Бұл жолдарда автор ең басты ойды, яғни білім мен еңбек бір-бірімен байланысты екенін айтқан. Екінші тапсырма. Өлеңнің аты негізгі ойды беріп тұрғанын дәлелде. Өлеңнің аты білімді ізде еңбектен. Бұл атау өлеңнің мазмұнын толық ашады, өйткені бүкіл өлеңде білімге, еңбек арқылы жету керек екені айтылады. Үшінші тапсырма. Негізгі ойды білдіріп тұрған сөйлем: білімді, еңбекпенен сен ізде. 9-шы жаттығу. Мәтінді оқы. Уәде қасиетті серт. Сыныптасым Гүлжан екеуміз жалғыз тұратын Майра әжейге көмектесуді ұйғардық. Үйді жинап, дүкеннен керек жарақтарын әкеліп бердік. Ол кісі бізге риза болып батасын берді. Өзімен бірге шай ішуімізді өтінді. Біз сыныптастарымызға киноға баруға уәде беріп қойғанымызды айттық. Майра әжей: дұрыс қарақтарым, уәде қасиетті серт. Уәделеріңде тұрсаңдар, қадірлерің артады деді.
Мәтін Балдырған журналынан алынған. Енді төмендегі тапсырмаларды бірге орындайық. Мәтіннің тақырыбы уәде мен оны орындау туралы. Мәтіндегі негізгі ой: адам уәдесінде тұруы керек. Уәде қасиетті. Оны орындаған адамның қадірі артады. Әжейдің жауабы: дұрыс, қарақтарым, уәде қасиетті серт. Уәделеріңде тұрсаңдар, қадірлерің артады. Осы жауаптағы екі нақыл сөз: уәде қасиетті серт, уәделеріңде тұрсаңдар, қадірлерің артады. Осымен тапсырмаларымыз түсінікті болса, сау болыңдар балалар. Келесі сабақтағы видеоларды қарау үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар.